Сәлем достар, қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Біздің каналға қош келдіңіздер, достар. Бүгін бізде влог болады, влог болады. Бізде бұл влог өте ерекше болады. Өйткені біздің үйде той болады десең болады. Чернигасы болады, маманың чернигасы. Біз соған заттар алып келдік. Но мен қазір мектепке баратын соң тез бастай салайын дедім. Ыдыстар қазір осындай әжейіне алып келді. Мына тарелка, ваза. И сюда вот. Надо тоже тарелка, на еге ваза. И кухняда көптеген продукциялар бар. Кішкене панкейк жасай салам. И балық алып келді. Бұл балықтың иісі бұны өзі қоя салдық. Верандаға. Қазір. Бізде осындай тек керектілерін ғана алдық. Үйде қалғандар бар. Бірінші осы кішкентайдан бастайды. Осындай укроп, зелень, осындай көк пияз, инау қызылша, инау апельсин. Осын, мыналығын көшсек. Бұның ішінде пирожный бар, осындай бір пирожный, инау дәу круассандар, сарағаш, майонез и фанта. И мынабын шейк. Бұның ішінде соқтар, колбаса и самсаның қамыры. Не ашылмайды. Самсаның қамыры. Мына пакетке өшсек. Салфетка. Пампушка моя, конфеттер, мини, тағы салфеткалар, размехитель, тілмеймейді. Осындай конфет и құрма, жүгері, сгущенка и блины. Мына пакетке өшсек. Осындай капуста, қияр, алма, астында пияз. Осындай көкөністер. Осымен болды. Марғанған 20 теңге берді. Өзің ал. Мына тряпка түсіп қапты. Осындай. Достар, тәді сабаққа кетіп қалды. Ары қарай мен влогты жалғастыратын боламын. Сол айтқандай, маманың көршілері Чернигасыға келеді. Мынақта осындай ыдыстарды алып келгенбіз. Шенінен тәді көрсеткен істерге. Қазір мынақта ваза бар. Мынақта екеу. Сосын мынақта қазір. Мынадай кәмпит немесе самса солар салуға арналған ыдыстар әкелген ғой. Ауыз жоқпай. Вот, соңки мынақта маманың гүлі тұр. Қазір аланы көрсетем мұнам. Азында неге жаңбыр құйып тұрған. Қазір күн шығып, сөйтіп тұр. Соған орай біз кірдері жуып, сөйтіп жайып қойдық. Ертең болады Чернигасы. Сондықтан да бүгін не істедік солар. И ертең қалай дайындалдық, не болды, сон бүкін көрсететін боламын. Ана жақта малдар тұр. Күшті болып тұр. Каталаға шығып көрсетейін ба сіздерге. И мен сабақтан келгенмін бағаде. Бибарыс ұжынақта сабағын оқып жатыр. Аминада оқып жатыр. Мен уже шарпайым жатыр. Менде бүгін мен уже сабағын оқып біттім. Сол біз бөлмемізде оқып жатырмыз. Мама бағалегі балықты тазалап жатыр. Хіне? Хіне? Бұны тала бізде осындай күшті болып тұр. Азанда жаңбыр жауған, ол қойды. Біз қазірден бастап дайындалып жатырмыз. Таланы көрсетем. Тала осындай әдем болып тұр. Жаңбыр жауған деп екі рет айтып ғой. Вот, бұлттар күшті болып тұр. Мә, бұлттар шоп күшті болып тұр ғой. Әні нақтағы бізде гараж. Қазір көшенде көрсетім. Міне. Сондай күшті болып тұр. Біздегі орай өте керемет болып тұр. Сіздерде ше жаңбыр жауып сөйтіп жатыр ма? Тала деген ылғадан сөйтіп. И мен деген кәлөшпен жүрмін. Осылай дала керемет. Құрта өт. Нақтама фруктилар, алма, қызыл алма, апельсин, сары алма соларды қойып қойғаныға. Фрукти.
нақта актейтін зат. Міне, нақта актеген. Достар, бізде мынандай алма пирог пісіп жатыр. Бірінші пирог. Ал нақта мама тағы бір пирог пісіріп жатыр. Достар, осындай қызыл сары түсте. Мал сойдық. Қабик сойдық келді. Достар, біздің дастарханымыз дайын болды. Нақта фрукти, осындай ассортилар. Нақта балық бар. Осылай дастархан жасадық. Нақта соқтар. Барлығы осындай идеальный болып шықты. Сіздерге қалай, қаншадан қанша баға бересіздер? Оны комментарийға жазып кетіңіздер. Осылай мына жерде бізде сары ағаш, осындай солнечный деген сок, 2 кола, 1 фанта, нақта балық пісірдік біз. Кеше пісірген алма пирог, осындай пирогтарды, круассан соларды қойдық. Сосын осылай салфеткамен жасап қойдық. Біздің дастарханымыз осылай шықты. Сіздерге ұнады ма? Мені шаймен ішуге керек заттар. Достар, осымен біздің влог аяқталды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, біздің арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар.